Ассалаумағалейкум достар, видео бастамай тұрып каналға жазылып кетіңдер. Каналымда қызықты мәліметтер көп шығады, біліміңіз де сәл болсын көтеріледі. Каналға жазылғызсаң үлкен рахмет, ал жазылмаған болсаң жазылып кетші. Бар болған 5-ақ секунд. Түк те қиындық тудырмайды. Жазылсаң саған үлкен рахмет. Соңғы уақыттарда адамның денесін уақытша қатырып, өмірді созуға болады ма деген сұрақтар көп қойылады. Медицина қанша дамығанмен қатырып қойған адамды өмірге келтіре алмайды. Бүгінгі видеода біз сіздерге мұз болып қатып, қалып қайтадан өмірге келген адамдарды туралы айтамыз. Олай болса, кеттік. Мисутаки Учикоси 2006 жылы 7 қазанда із-түзсіз жоғалып кетті. Өзінің достарымен Роккио атты тауға демалу үшін барғанда, Мисутаки достарымен таудан арнайы машина арқылы түспей, таудан өзі түскісі келіп, достарымен бөлектеніп кетті. Бірақ түстер жолда адасып, аяғы сынып, ең соңында есінен танып қалды. Мисутаки айтқандай, есіне танып қалу біртүрлі болды. Мен қатты шаршадым, жұмсақ шөпке жаттым. Уақыт өткен сайын терең ұйқыға кете бастадым. Басқа ештеңе есімде емес. Құтқарушылар Мисутакині 24 күннен кейін бірақ тапты. Оның жүрегі соғып тұрмады. Органдары жұмыс істемей тұрды. Денесінің температурасы 22 Цельсий градусқа түсіп кетті. Қандары тоқтап қалды. Бірақ ол тірі қалды. 3 апта суық жерде тамақсыз сусыз болып. Дәрігерлер мұндай жағдайға қатты таң қалды. Дәрігер оны қатып қалып қайтадан тірілген бірінші адам деп айтты. Дэвид Блейн 2007 жылы 27 қарашада Дэвид Блейн әлемдік рекорд орнататын болып шешті. Ол мұздың ішінде көп болған адам ретінде. Бұл шоу тікелей эфирде болды. Бұл Нью-Йоркте болды. Бірінші күн Дэвид Блейн еш қиынсыздықпен өтті, ал екінші күн қиындықтар пайда болды. Мұз ери бастады. Шоуды үзбеу үшін мұздың астына қар төсеп, мұзды ерітпейтін сұйықтықтар құйды. Ал үшінші күні Блейн есін жоғалта бастады. Оның денесіндегі датчик жүрек соғысын ашылып жатқанын көрсетті. Дэвидті мұздан шығарып алу керек деп шешілді. Қорытындысында Дэвид мировой рекорд орнатты. Ол мұздың ішінде 3 күн 5 сағат 16 минут болды. Ева Винерска 2007 жылы ақпан айында Ева Винерска ауада қатып қалды. Австралияда аэропланмен секірген кезде. Ева фанаризмнен өтетін жарысқа дайындалып жатқанда ауа райы күрт өзгеріп кетті. Қатты жел тұрып дауыл басылып кетті. Жел Еваны бұлттардың арасына лезде алып кетті. Бар болған 15 минуттың ішінде Еваны жел 760 метрден 9946 метрге дейін ұшырып алып кетті. Минус 50 градус болғанда Ева өзінің есін жоғалтып алды. Бар болған 1,5 сағаттан кейін Ева өзінің есін жинады. Бірақ ол өз парашютін басқара алмады. Себебі оның қолдары мұзбен қатып қалды. Бұл уақытта Ева 6446 метрде болды. Қорытындысында ол жерге қонды. Бірақ оның денесін бәрін мұзбен қапталып қалған. Бірақ оның денесінің жарақаттар болмады. Ауруханада 1 сағат емделіп, аман-есен өз жерінен кетіп қалды. We'll be right back.